Бисмиллах. Ал көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін осындай карамельный пирог жасайтын боламын. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Қонақтарыңызға да осындай пирог жасап берсеңіз болады. Қонақтарыңыздың көңілінен міндетті түрде шығатын болады. Ал енді бізге алдымен осындай бірінші сортты жұмыртқа керек болады. Бір дана жұмыртқа салдым. Соны жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аласыздар. Содан кейін барып қантымызды салатын боламыз. Менде қант граммдарын астына жазып кететін боламын. Осы қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырып аласыздар. Жақсылап араластырып аласыздар. Осы пирог бір жасағаннан өте жақсы болып шығады. Дәмі де өте керемет. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Видеодағыдай жасап көріңіздер міндетті түрде. Ал енді менде бөлме температурасындағы осындай сары майымыз керек болады. Менде сары май, Три желания сары майы. Осы сары майдан да жақсы шығады пирогымыз. Жақсылап осы сары майымызды араластырып аламыз. Біркелкі масса болғанша. Ал енді бізде ұнымызға разрыхлителді салып, ұнмен разрыхлителді жақсылап араластырып аламыз да, осы жұмыртқамызға салып тесті илейтін боламын. Міндетті түрде ұнымызға араластырып аламыз разрыхлителді. Ұнымызды осылай бөлек саламыз. Бірден салып жіберуге болмайды. Енді біз осы тестімізді жақсылап илеп аламыз. Илегенде өте қатты болып кетуге болмайды. Ұн салмаймыз. Осы мөлшерде ғана саламыз. Граммдарын осы описание бөліміне жазып кететін боламын. Біздің тестіміз жақсылап бірігу керек. Енді мен осындай тестім жұмсақ болып шықты, өте жұмсақ болып шықты. Енді осы тестіні мен пакетке салып, холодильникке 30 минут аралығында қойып аламын. Міндетті түрде холодильникке қойып алыңыздар. Өйткені біздің сары майымыз бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары май болғандықтан тестімізді холодильникке салып аламын. Енді біз тестіміз холодильникте тұрғанша біз салмасын дайындайтын боламын. Ең алдымен бізге 3 дана жұмыртқа керек болады. Бізде жұмыртқа бірінші сортты жұмыртқа. Осы жұмыртқаларымды бірінші жақсылап араластырып аламын. Осы пирогым біздің оңай дайындалады, өте оңай дайындалады. Қолжетімді, заттары да қолжетімді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ақ шығады. Ал енді бізге мен осындай
сгущенка алдым. Міндетті түрде осындай сгущенканы пайдаланыңыздар. Өте сапалы сгущенка. Енді мен осындай 20% қаймақ пайдаландым. Осы қаймақпен жұмыртқамды жақсылап араластырып алатын боламын. Енді мен сгущенкамды саламын. Сгущенканы сіздер микроволновкаға кішкене 3 минут аралығында ертіп алсаңыздар болады. Айтпақшы қыздар, ысытатын кезде біз қорабымен салуға болмайды. Оны бөлек ыдысқа салып барып ертіп алыңыздар. Мен ертпей ақ салып жатырмын. Мен жақсылап қол көмегімен ұзақ уақыт араластыратын боламын. Осы бір банка сгущенканың барлығын саламын. Осы мен салманы ұзақ уақыт араластырдым, өйткені араларында түйіршік болып қалуы мүмкін. Мен өйткені бұл сгущенканы ертіп алған жоқпын. Сондықтан ұзақ уақыт араластырамын қолдың көмегімен. Міне менің салмам дайын болды. Мен ұзақ уақыт араластырдым, осылай әдемі болып шықты. Енді менің салмамды холодильникте тұрған тестіма қазір дайындап құятын боламын. Енді менің холодильниктегі тестім 30 минуттай тұрды. Осы тестіні пирогтың формасына орналастырамын. Осындай жұмсақ болып тұрады. Осындай менде 26-лық форма, осыған мен тестімді орналастырамын әдемі етіп. Маған осылай жасаған ыңғайлы. Сіздер де оқтаудың көмегімен жайып салсаңыздар болады. Міне дайын болып қалды. Осындай бір текс әдемі болып шықты. Енді осының үстіне мана дайындаған салмамды құятын боламын. Осылай құйып аласыздар. Осы пирогты мен қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут аралығында пісіріп алдым. Піскеннен кейін осы пирогты кішкене суытып қоясыздар жарты сағатқа. Содан кейін барып формасынан аласыздар. Формасынан алғаннан кейін де бір жарым сағаттан кейін кесіп жей берсеңіздер болады. Міне осындай пирогым дайын болып қалды. Әдемі, өте жұмсақ болып шықты. Енді кесіп көрсетейін сіздерге. Менің пирогым 1 сағат аралығында тұрды. Соның өзінде қатты суымаған екен. Пирогымыз қатты суып, салқын күйінде жесең, өте күшті болады. Сондықтан салқындатып жеуге кеңес беремін. Ысылай жесеңіздер кішкене аралары жұмсақ болып кетуі мүмкін. Ал менің көрермендерім, менің каналым ұнаса, лайк, комментария, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.
пирогқа қатысты сіздермен болған Гүлжайнар. Тағы да видео рецептілермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.